Взвод, түзел. Тік тұр. Назарда ортаға аудан. Сержант Мырза, 10-шы класстың оқушылары әскери дайын сабағына дайын. Баяндаушы взвод командирі Оразхан Санат. Саламатсыздар ма? Саламатсыз, сержант Мырза. Ашығым жоқ. Керек бұл. 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 Енді орнымызға отырамыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық қару. Сабағымыздың мақсаты химиялық қару және оны қолданудағы оның белгілерін білу. Улағыш заттар, олардың зақымдауыш қасиеттері және олардан қорғану тәсілдерін үйрену. Химиялық зақымдауышы алғашқы, екінші зақымдау аймақтарын ажырата алу. Химиялық қару дегеніміз әскери ұрыста қолданылатын қару. Менің жаудың тірі күшін жаппай жоюға арналған қару. Химиялық қарудан қорғану. Қазір айтып өтеміз сендерге. Химиялық қару дегеніміз теріні күйдіреді, одан кейін тыныс алу мүшелерін зақымдандырады. Тыныс алу мүшелерін, өкпені, тамақты, көзден жас парлату. Одан кейін теріге не қылған болса, теріге тиетін болса, күйдіреді кәдімгі. Қайнаған су төгіліп күйіп қалады ғой, сол сияқты күйдіреді де, содан кейін бір аптаның ішінде жазылмайтын жараға айналады ол. Содан қорғану құралдарын айта кетейін. Мына жерде противогаз дейміз, қазақшасы газ тұмылдырып. Бұл химиялық қарудан бетімізді және ішкі өкпе, тамақ, көз нелерімізді қорғаймыз. Аның ішінде өзінің фильтрі болады. Жаңағындай не кіреді, химиялық кіреді, мына жақтан тазалап жіберетін. Тазалаумен демалуға арналған қорғаныш. Противогаз деп аталады, қазақшасы газ тұмылдырып. Одан кейін жаңағы сыртымызды теріні қорғауға арналған костюм. Озылка деп аталады, қазақшасы химиялық қарудан қорғануға арналған костюм деп аталады. Бұның екі етігі болады, етігі. Бұл костюм. Қазіргі кезде бұның неше түрі бар. Костюм ретінде жаңағындай аяқ жақтан бастап, бірақ киіле салатын нелері бар қазіргі таңда. Қазір бұны көрсетеміз. Санат әжелдері. Бұның екі түрде киілетін түрі болады. Біріншісін айта кетейін. Біріншісі плащ ретінде, плащ ретінде киіледі. Екіншісі комбинезон ретінде киіледі. Ал бастаймыз.
Кстати, плашечки береміз. Жоғарыдан бастап үймелейміз. Ne, жаңағыдай айтқанымыздай, бірінші комбинезон ретінде кию, бұл жаңағындай жүріп тұрысқа ыңғайлы комбинезон ретінде, мынау плащ ретінде киілген түрі. Екі түрі. Айттым ғой, екі түрге бөлінеді деп, иә? Міне екі түрі осындай. Содан кейін жаңағындай газ-тұмылдырықты киген кезде аламыз. Екіден бастаймыз. Екіден бастап Sütma. Sodan кейін көз жұмамыз, демаламыз шығармаймыз. Киіп біткеннен кейін екі түрін көрсеттім сендерге. Химиялық қарудан қорғану костюмы, противогазы, плашы, аяқ киімі, яғни етігі.
Так енді шешкен кезде көрсетейін. Бірінші аламыз, қоямыз. Одан кейін сыртқы костюмі шешіледі. Шешеміз. Bir adım alға. Одан кейін етігін шешеміз. Екі етігі шешіледі. Шешеміз. Тағы бір адым алға. Одан кейін қолбағы. Соңынан барып, газ құмылдықты шешеміз. Азим, сен де солай. Шештік артқа қарай тастаймыз. Bir adım alға. Одан кейін етігін шешеміз. Етігі шешілді. Одан кейін бір адым алға қолбағын шеш. Одан кейін соңынан газ құмылдырықты шешеміз. Бүгінгі сабағымыз химиялық. Жарайды, жақсы. Балалар отыра беріңдер. Химиялық қару дедік, иә? Мен екі түрін көрсеттім. Сұрақтарың бар ма осы екі түріне? Түсінікті болды ғой деймін, иә? Жақсы, рахмет.